Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай керемет, өте пайдалы майдың рецептімен бөліспекшімін. Бұл рецепті жасап, күнделікті қолданатын болсаңыздар, өкпе аурулары, бронхит, тұмау, сондай ауруларға таптырмас ем. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге бар болғаны 2 ағзат қажет болады. Ол бірінші осындай тап-таза, ешқандай тұздалмаған балғын қойдың құйрығы қажет болады, және де табиғи бал, яғни миот қажет болады. Ең бірінші осы құйрық майымызды видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз барлығын. Құйрық майымызды осылай турап дайындап алғаннан кейін осындай табаға салып, газдың астын жай қойып қуыратын боламыз. Және де біздің құйрық майымызды қуырған кезде арасын 5-10 минуттай салып, араластырып тұру қажет болады. Және де оттың асты міндетті түрде жай болу керек. Біздің құйрық майымыз қатты күйіп кетпегені дұрыс. Отта біраз ұстағаннан кейін құйрық майымыздың майы осылай еріп бөлек шыға бастайды. Құйрық майымыздың түсі осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ақшыл сары түске бөленуі қажет. Енді біздің құйрық майымыз дайын болды. Аз ғана суытып, осылай сүзгіден сүзіп аламыз. Қатты ыстық болмауы қажет, және де қатты суымаған болуы керек. Себебі біз қазір балымызды, яғни миотты салған кезде біздің миотымыз белгілі бір дәрежеде еруі қажет болады. Сол үшін қатты ыстық май қажет емес, тек қана ыстығырақ болғаны дұрыс. Міне енді миотымызды салғаннан кейін осындай лопатаның немесе қасықтың көмегімен жайлап араластырамыз. Құйрық май мен миот әдемі болып бір-біріне бірігуі үшін біз салқын жерге шығарып араластырамыз. Міне мен салқын жерде, яғни далаға алып шығып біраз араластырдым. Көріп тұрғандарыңыздай құйрық май мен миот әдемі болып бірікті. Енді осыны біз тағы да жақсы бірігуі үшін блендердің көмегімен араластырамыз. Егер жылы жерде араластырып тұра беретін болсақ, біздің құйрық майымыздың тоңуы қиын болады да, миот пен құйрық май бірге араласпай ұзақ уақыт алатын болады. Блендермен араластырып болғаннан кейін осындай венчиктің көмегімен араластырып, тағы да далаға алып шығып, яғни салқын жерде тағы да араластыратын боламыз. Далаға алып шығып араластырған кезде бізде дәл осындай консистенция болады. Яғни бізде бұл жерде миот пен құйрық май бір-біріне жақсы бірігіп, бір келкі масса құрады десек те болады. Енді осы майымызды ыдыстарға құйып, салқын жерде сақтау керек болады. Мен осындай беті жабылатын контейнер ыдысқа құйып, мұздатқышқа саламын. Егер мұздатқыш болмаса, осындай салқын қыстың күндері балконға шығарып қойсаңыздар да болады. Жартысын осындай ыдысқа салдым, жартысын кәдімгі күнделікті жеу үшін осындай шыны ыдысқа салып қоямын. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыз, құйрық майдың ешқандай да дәмі де сезілмейді, тек қана миоттың ғана тәтті дәмі шығып, өте керемет болады. Бұны әсіресе үйдегі ер азаматтарыңызға берсеңіздер, денсаулығына өте пайдалы болары сөзсіз. Сол үшін сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Менің видеома лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.